Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Камшат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді және нәзік болып шығатын шоколадты бисквиттің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл бисквитпен сіздер әртүрлі торттарды және де түрлі десерттерді жинасаңыздар болады. Эскимо, картошка және де трайфл десерттерін түрлі кремдермен жинасаңыздар болады. Бізге қажетті ингредиенттер: жұмыртқа, ұн, қант, ыстық су, разрыхлитель, какао, сұйық май. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерді біріктіріп аламыз. Електен өткізілген ұнымызға қопсытқышымызды салып араластырып қоямыз. Какаомызға ыстық суымызды құйып араластырамыз, венчикпен араластырамыз. Бұл жерде ешқандай да қайнаған су емес, ыстық су. Бөлме температурасындағы 5 жұмыртқамызды алып, ағын сарысынан бөлек ажыратып аламыз. Жұмыртқаның сарысына қантымыздың жартысын қосып, миксермен аппақ масса болғанша араластырамыз. Осы массамызға сұйық майымызды, какаомызды құйып, тағы бір миксерлейміз. Нәтижесінде бізде осындай масса пайда болады. Бұл массаны біз бір бөлек қоя тұрамыз. Оған дейін жұмыртқаның ағуызына шым-шым тұз қосып, бір көпіршітіп аламыз. Осындай көпіршіктер пайда бола бастаған сәтте үстіне қантымызды себелеп отырып, біртіндеп салып отырамыз. Өте қатты пышный масса болмау қажет, өте қатты переизбивать етпейміз, яғни бізде үлпілдек ақ масса болса жеткілікті. Міне бізде осындай масса болып шықты. Дәл осындай масса кезінде миксерлеуді тоқтатамыз және де екі массаны қосатын боламыз, біріктіреміз. Какао массасына ақ уызды белогымызды қосып, біртіндеп үшке бөліп араластырып қосамыз. Ақ массамыздың ең соңғы бөлігінде қосып, жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Одан кейін ұнымызды үшке бөліп қосатын боламыз. Бір бөлігін қосып, лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Ұнымыздың екінші және үшінші бөліктерінде осылай бөліп араластыра отырып, яғни біз пышностьті түсіріп алмаймыз, яғни үлпілдек массаны түсіріп алмай, осылай ұнымызбен жақсылап араластырып шығамыз. Міне біздің шоколадты бисквиттің қамыры дайын болды. Енді формамызды дайындаймыз. Менде кольцо, 24 диаметрде кольцоны осылай фольгамен орап,
дайындадым. Егер сізде 24 диаметрде форма болатын болса, соған құйып жасасаңыз болады. Осылай барлығын құйып қоямыз. Ең алдымен бұл жерде ескеретін нәрсе, пешті дайындау барысында бірден 180 градуста қыздырып қойыңыздар. Алдын ала қыздырып пешке салатын боламыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешімізде 35-40 минут пісіреміз. Міне осылай бізде пісіп шығады. Піскеннен кейін бірден решеткаға аударамыз және де 10-15 минут осы күйінде қалдырамыз. Бірден 15 минут өткеннен кейін фольгасынан алып тастаймыз да пищевая пленкаға орап тастаймыз. Бұл бізде ылғалдың сыртқа шығып кетпеуі үшін және де осы бисквитіміздің құрғақ болып қалмас үшін қажет болады. Яғни 10-15 минут тұрғаннан кейін бірден пищевая пленкаға ыстық күйінде орап тастаймыз. Осылай пищевая пленкаға орап 5-6 сағат тоңазытқышқа жібереміз. Менде бұл бисквит бір түн тоңазытқышта тұрды. Жалпы бұл бисквитті тоңазытқышта 1 апта, мұздатқышта 1 ай сақтауға болады. Және де тортқа осылай 3 бөлікке бөліп қождар ретінде қолдансаңыз болады. Бисквит өте нәзік, ылғалды болып шығады, өте дәмді, түрлі десерттерге пайдалансаңыз болады. Сіздермен болған Камшат. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.